Тігінші мен патша ертегісі. Бір сараң әрі қатыгез патша өмір сүріпті. Бір күні патша өзінің қол астындағы барлық тігіншілер мен кестешілерді және тоқымашыларды жинатты. Оларға қарап отырып, қыстың күні суыққа тоңдырмайтын, күн ыстықта күнге күйдірмейтін ол не? Ол көрпе. Адам көрпесіз жабуы жоқ ат сияқты. Сондықтан менің бойыммен бірді етіп көрпе тігіңдер. Көрпесі маған ұнаған адамға қызым Раджия мен жарты патшалығымды беремін дейді. Менің бойыммен ұзын немесе қысқа көрпе тіккендерді құл қыламын дейді. Тоқымашылар, тігіншілер, кестешілер бәрі іске кірісіп кетеді. Тоқымашылар жібек жіппен көрпе тоқыса, тігіншілер арасында құстың үкісін салып, үлпілдетіп көрпе тігеді. Кестеші патшаның бойымен бірдей барқытты, неше түрлі алтын түсті, күміс түсті жібек жіппен кестелейді. Олардың көрпешені барынша әшекейлейді. Ал біреулері аң терісімен әдіптесе, ал біреуі жалтылдаған қамқамен көмкереді. Бірақ бұлардың біреуі де патшаға ұнамайды. Ұзын көрпе әкелсе, оны көлденеңнен жамылып, «Қарашы, сенің көрпелеріңнен менің аяғым шығып тұр ғой» деп мін айтты. Егер қысқа көрпе әкелсе, оның астына аяғын бүгіп жатып, «Көрмейсің бе, ақымақ, мені сонша алып деп ойладың ба? Мен сенің көрпеңнің астында көміліп қалдым» деп мін тақты. Мыңдаған тоқымашылар мен тігіншілер көз жасына ерік беріп, сараң байдың құлына айналды. Олардың ешқайсысы патшаға қарсы келе алмады. Олардың аяқтарына кісен салып, таудағы үңгірлерде демалыссыз жұмыс істетті. Патшаның мұндай зұлымдығы бір тігіншінің құлағына жетеді. Тігінші қарт, кедей ақсақ еді. Ол ақсаңдап жүріп өз жұмысын істеп жүреді. Патшаның қызы патшаның жарты байлығын армандаған емес. Оның жүрегі мейірімді, өзі ақылды еді. Сондықтан ол өз әйеліне, «Өзімнің басыммен ант етейін. Мен өлермін, иә болмаса, мына бишараларды қорлықтан құтқарамын. Не болса сол болсын» дейді. Маталардың қалдығынан құрақ құрап, патшаның бойына шақтап көрпе тігіп, оны қойнына қыстырып, жолына бір уыс қатқан сүзбе құрт алып шығады. Ол өзінің ескі қатқан таяғына сүйеніп патшаның сарайына жетеді. Патшаның сарайы бұлттар асыр салатын, мәңгілік қардың күнімен шағылысып, жарқырайтын, құран құстар ұя салатын, биік таудың ұшар басында орналасқан еді. Олардың мықты күзеті бар. Тісті қабырғалары, әртүрлі қорқынышты бишаттардың аузына арандай ашқан айдаһарлардың суреттерімен әшекейленген қамалмен қоршалған еді. Ақсақал шал осындай қорқынышты қамалдан қорықпай қақпаға келіп, өзі туралы патшаға хабар береді. Патшаның қарауылдары тігіншінің құрақ көрпесін көріп, оны мазақ қылады. «Сен ақсақ бишара, мынауыңа патша қарамайды да» дейді. «Мен өзімнің өмір бойғы серігім, көмекшім, тігіншілігіме сенемін» деп жауап береді ақсақ тігінші. Күзетшілер тігіншінің сөзін түсінген де жоқ. Бірақ патшаның келген адамды кіргізу туралы жарлығы ескертілді. Тігінші патшаның бөлмесіне кіргізілді. Патша өзі кәрі, апарық тігіншіге бетін тыжыр айтты. Бұндай адамды құл қылғаннан еш пайда жоғын ойлады. Бірақ өзінің патшалық сөзіне бас тартуға болмады. Сондықтан «Есек ат боламын» деп мақтаныпты.
Бірақ оның құлағы кедергі болыпты. Неше түрлі шеберлер маған шақ көрпе тіге алмаған, мына жыртық шапанды ақсақ тікпекші ме деп кекетті. Есек болмағанда отында атта сүреді деп жауап берді тігінші. Папахам саған шақ келмесе де, оны жоғалтуға дайынмын. Менің көрпемді өлшеп көр. Ананың көрпе деп тұрғанын қоқысын маған жауып көріңдерші, деді патша амалсыздан. Патшаның үстіне құрақ көрпені жауып еді. Ол патшаның бойына шап-шақ болды. Сол кезде патша көрпені көлденеңнен жамылды. Оның қызыл барқытынан кейін шәлекейі көрініп қалады. Патша мына ақмақтың мойнына иттің қарғы бауын байлап, ауланың ортасындағы иттердің қасына байлаңдар. Түнде жарқанаттарды үкітіп тұрсын деп айқайлайды. Патшаның қызметшілері тігіншіні мазақтап күледі. Ақылды адам ең соңында күледі, дейді тігінші. Содан кейін қолындағы қатқан таяғымен көрпеден шығып тұрған патшаның аяғын бір салады. Патша өгіздей өкіреді. Қызметшілері мына тігіншінің оқыс қылығына таң қалып, не болар екен дегендей ауыздарын ашып тұрып қалады. Мына ақмақтың басын алыңдар деп айқайлайды патша. Ұлы мәртебелі патшам. Патшаның сөзі алтыннан қымбат, алмастан өткір деуші. Құрақ көрпе бойыңа шақ келгенін бәріміз көрдік қой деп тігінші патшаны тоқтатады. Осы сөзден кейін патшаның айқайы тамағында кептеліп қалады. Оның есіне бүгін алдаған адамның сөзіне ертең ешкім сенбейді деген мақал түседі. Қатты долданған ол дірілдеп, сен дұрыс айтасың тігінші, дейді патша. Менің сөзімнің алтыннан қымбат, алмастан өткір екені рас. Мен саған жарты байлығым мен қызым Раджияны беремін, дейді. Сен бірақ менің аяғымды таяғыңмен ұрғаныңды айтпайсың деп уәде бер. Маған сенің байлығың да, қызың Раджия да керек емес, деп үңгірдегі бишара шеберлерді құлдықтан босат. Маған ештемеңнің керегі жоқ, дейді. Басын иіп рахметімді айтам, сөйтем да өз жөніме кете берем, дейді. Патша тігіншілерді амалсыз босатып, барлығына амалсыздан сыйлық жасайды.